қазақтың ұлттық ойынын ойнаймыз. Сендер қазақтың қандай ұлттық ойынын білесіңдер? Күрес. Тағы да. Алтын бақа. Жарайсыңдар балалар. Тыңдайық. Балалар, біз бүгін қанталапай ойынын ойнаймыз. Қазақ халқы қой малын бұрыннан асыраған, көп асырағандықтан, осы қой малының асықты жілігінен асықты ажыратып, оны тазалап, кептіріп, асықтың көптеген түрлі ойындарын шығарған. Соның ішінде бүгін қанталапай. Балалар, мына қоржынның ішінде көптеген асықтар бар. Және осы асықтардың ішінде ерекше бір қан асығы бар. Бүгінгі ойын қанталапай ойыны деп аталады. Сендерге қанталапай ойынның ережесін түсіндіріп кетейін. Қазір мен ортаға осы дорбаның ішіндегі асықтарды шашамын. Сол кезде талапай ойын басталды алақай дегенде сендер осы асықтарды не істейсіңдер? Бөліп жинап аласыңдар. Қане, бастаймыз ба ойынды? Дайынсыңдар ма? Қане балалар. 1, 2, 3. Ала қойыңдар. Дайынсыңдар балалар. Ал енді қызыл асық кімге түсті балалар? Қызыл асық бізде дарынға түсті. Демек, дарын ойынды бірінші бастайды деген сөз. Балалар? Қане, ендеше, қазір сендер андағы асықтарының ішіндегі бір асықты сақа қылып сайлап аласыңдар. Сақа деген не екенін білесіңдер ма балалар? Сақа дегеніміз не? Білесіңдер ма? Білмейсіңдер ма? Ендеше мен сендерге айтайын. Сақа деп андағы асықтардың ішіндегі ең ірісін таңдап аласыңдар. Ол сақамен сендер басқа асықтарды атып түсірулерің керексіңдер. Сондықтан асықтарының ішіндегі ең ірісін таңдап алыңдар, Ал қалған асықты мына жаққа тігеміз. Балалар, асығымыз тігілді. Ойын шарты бойынша қызыл асық кімде, сол бастайды. Қанталапай ойын ұнады ма? Сендердің қоржындарында неше асықтар? Сенде қаншау? Санай ғой. 5 асық ұтыптың, жарайсың. Дарын сенде қаншау? 2. Нұғман сенде қаншау? 7. Димашта 5. Жарайсың. Ане Ахметте қаншау? 2. Жарайсыңдар балалар. Өте тамаша ойнадыңдар.